Бұл Астана мен Вашингтон арасындағы жаңа дәуір тарихи бетбұрыс деп. Біреудің жемі болып жатыр, біреуге жағы тәуелді болып жатыр деген әңгімені айтады да. Бір балалық позиция деп айтуға болады. ақш Қазақстанның, жалпы Орта Азия елдерінің кен орындарында неліктен қызығушылық танытып отыр? Өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Америка бізді де қорғауға мәжбүр болады. Президенттердің Трампты көп мақтауы. Енді егер Қазақстанның ұпайын, қазақ дипломатиясының мүмкін арттыру керек болса, Құдай берген десек, Құдай берген дейік. Ұлы мәртебелі десек, ұлы мәртебелі дейік. Одан еш жеріміз сынып кетті. Нобель сыйлығын беретін болсақ, Бізде сынып жіберейік керек болатын болса. Отты маздатып отырады ғой. Америкамен келіссөз жүргізсе, Қытаймен Ресейден алыстап бара жатыр деген сияқты. Егер сен, мысалы үшін, 3 көршіңмен жақсысың, 2 көршіңмен жамансың ба, сен жаман саясаткерсің. Сен жаман мемлекеттік қайраткерсің деген сөз. Әрине, ресми Вашингтон орталық Азияда Өзбекстан мен Қазақстанға ставка қойып отырғаны белгілі. Шамамен 25%-дан үлесі бар. Сол балансты біздер 30 жыл бойы үзбей сақтап келе жатырмыз. Ол да үлкен өнер, шын айту керек. Бұл Ербол Сейілханның YouTube арнасы. Алдымен арнамызға жазылып, лайк басып, пікір білдіріп, қолдап отырыңыздар. Сонымен бүгінгі ең негізгі тақырып Ақ үйде өткен Орталық Азия басшылары мен ақш президентінің кездесуі сөзсіз осы аптадағы ең маңызды геосаяси оқиғалардың бірі болды деуге болады. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трамппен жеке кездесу өткізді. Бұл кездесу нені білдіреді? ақштың көздегені, көксегені не? Ал Қазақстан үшін пайда мен тәуекелдер қандай? Осы және өзге де өзекті мәселелерді салмақты сапарды мәжіліс депутаты, саясаттанушы Айдос Сарымен талқылайтын боламыз. Ассалаумағалейкум. Армысыздар. Қалыңыз қалай? Құдай деп. Енді сұхбатымызды алдымен Ақ үйдегі Тоқаев пен Трамптың жеке кездесуінен бастайықшы. Бұл Астана мен Вашингтон арасындағы жаңа дәуір тарихи бетбұрыс деп айтуға бола ма? Жалпы бұл сапарға саясаттанушы ретінде қандай баға бересіз? Менің ойымша өте нәтижелі, өте мазмұнды сапар болды деп айтуға болады. Ол тек қана екі жақты емес, көп жақты да қарым-қатынастардың дамуына мол әсер беретін дүние. Және мен сіздердің назарыңызды осыдан бір апта бұрынғы президент Тоқаевтың Трампқа арнаған жеке хатына назар аударғым келеді. Бұл жерде де осы мәселелер айтылды. Енді жаңа дәуірін бастайық. Оның ішінде мынадай термин бар, мынадай сөздер бар. Біз мына Американың саясатында саясиланбаған, яғни шынайы екі елдің мүдделерін ескеретін қарым-қатынастардың дәуірінің басталғанына қуаныштымыз дейтін сөз болды. Яғни бұл жерде, мысалы үшін дәстүрлі түрде, енді осы кезге дейінгі кезде ақштың саясатында кейбір дүдамал мәселелер көтеріліп келді. Қазақстандағы діни бостандық, немесе Қазақстандағы саяси бостандықтар, басқа деген сияқты мәселелер, шын айту керек, екі елдің дұрыс қарым-қатынасына тежеуіш болып келді. Және оның шын айту керек, бұл енді мен енді адам құқықтары индустриясы деп айтатын терминім бар. Өздері білмейтін, өздері ұқпайтын, өздері сезіне бермейтін мәселелерді бәрі біздікіндей болсын деген желеумен Қазақстанға таңып, оны сол арқылы мұқатып мәселесін шешуге деген ниет көбірек болған сияқты. Бұл тұрғыда енді қазір енді ақштың президентінің саясатын бәріміз анық көріп отырмыз, қандай жағдай болып жатқан әлемде, дүниеде. Сол себепті де менің ойымша бұл енді бір саяси тұрғыдан да, тіпті керек десеңіз фәлсапалық тұрғыдан да белгілі бір бетбұрыстың бар екені анық. Ал қандай келісімдерді негізгі атап өтер едіңіз? Енді негізі осының алдында да Біріккен ұлттар ұйымының кездесуі болған кезде де біршама үлкен келіссөздер жүрді, келісім шарттар жасалды. Енді кешегінің нәтижесі 17 миллиард доллар екі елдің экономикасына пайдалы дүние. Біздің азаматтарға да қарапайым пайдалы дүниесі болады. Мысалы үшін біздің Air Astana компаниясы енді біздің көптен бері армандап жүргеніміз, енді біз енді осы кезге дейін талай шешімдерге қол жеткіздік қой. Астана, Нью-Йорк, Алматы, Токио деген сияқты бағыттарды ашамыз дедік, басқа дедік. Бірақ оның тежегіші біздің ұшақтардың мүмкіндіктері болатын. Қазір енді сол мақсатта
сол мақсатқа жету үшін 8 Dreamliner дейтін ең үлкен ұшақтар енді Түркияда, басқа елдерде, тіпті мына көршілес Өзбекстанда Өзбекстан хауа жолдары деген компанияның жаңағы үлесінде бар үлкен ұшақтарды бізде алып, соның арқасында енді үлкен тоқтаусыз жаңағы маршруттар салуға мүмкіндік алайын деп отырмыз. Бұл да біздің азаматтарға жақсы мүмкіндік. Жасанды интеллект тұрғысында 1 миллиардтардан 2 келісімшарт жасалды есімде болса, банкинг бойынша, басқа бойынша дегенде, яғни жалпы бәрі өте тың, өте нақты келіссөздер, нақты келісімшарттар. Тағы да бір мәселе, бұл жерде айта кететін үлкен бір дүниенің бірі, мына Трамппен кездесудің алдында Марк Рубио арнайы біздің азаматтармен, президентпен, біздің жаңағы делегациямен кездескен кезде ақш-тың парламентінің мүшелері мынадай нәрсе айтты. Біз қарауға Джексон Веник дейтін заңды алып жатырмыз. Ол жаңағы Орта Азия мемлекеттеріне жасалып жатқан қысымды азайтатын, соны алып тастайтын заң жобасы деген мәселені ашық айтты. Сол үшін жаңағы президентіміз осы мәселемен ұзақ жылдар бойы айналысқан сенаторға орден де берді, басқа да жүріп жатыр. Жалпы енді шын айтса күлкілі нәрсе. Кеше ғана мысалы үшін, енді мен 75-ші жыл туған болсам, мына Джексон Веник дейтін мәселелер 74-ші жылы қабылданған заң. Онда Совет одағы Израильге еврейлерді жібермеген үшін екі сенатор осындай құжатты қабылдатқан. Онда қаржылық және саудалық шектеулер. Енді былай айтқан кезде пошлинасын көбейтеді, басқасы дегендей. Енді одан бері қанша заман өтті. Қазақстанда бір еврейдің мұрны қанап, жаны қиналғанын көрмеппін осы кезге дейін. Израильмен өте жақсы қарым-қатынасымыз бар. Өткен жолы ғана осы тамыз айының аяғында ақш-тың конгресінің делегациясы болған. Сол кезде де әзілдеп айтқам. Қараңыздаршы, енді менен бір жас үлкен жаңағы шектеулер. Ол заман жоқ, ол мемлекет жоқ, ол Брежневке қарсы жасалған дүние. Біз содан әлі қорлық көріп отырмыз, әлі соның кесірінен біздің экономикаға теріс әсер тигізіп отыр деген әңгімені айтқан кезде олар да өздері жағасын ұстаған болатын. Құдай қаласа жақын арада бұны жұмысқа аламыз. Біршама конгрессмен, біршама сенат депутаттары бұны қолдады. Сондықтан Құдай қаласа алдағы уақытта бұны енді күшін жоямыз дегенде әңгіме айтып еді. Оның үстіне кеше Қазақстан енді әлемдік баспасөзде Авраам келісімдері дейді. Мен кеше Ыбырайым келісімдері деп аударып жібердім. Енді өзімізге жақын, енді Ыбырайым пайғамбар енді біздің де пайғамбар ғой. Сондықтан енді осы Ыбырайым пайғамбардың келісім шарттарына біз де қосылып жатырмыз. Осы біздің кеңістікте тұңғыш мемлекетпіз. Ол да мысалы үшін осындай экономикамызға теріс әсер ететін дүниелерді жоюға, күшін тоқтатуға мүмкіндік ашатын, жол ашатын дүниелер. Ал енді осы келісім тақырыбын жалғастыра кетейікші. Абрам келісімдеріне қосылудан Қазақстан ұтама, ұтылама? Ұтады. Сөзсіз ұтады. Біріншіден енді қараңызшы, біздің енді Қазақстанды елестетіп қарасаңыз, осы кезге дейінгі бүкіл қабылданып жатқан шарттарымыз, қатысып жатқан ұйымдарымыздың бәрі осы Еуразия аймағындағы әртүрлі дәрежедегі интеграциялық одақтар болатын. Мына ШОС алаңы бар, ЕС алаңы бар, ОТГ дейміз, Түркі бірлігі мемлекеттерінің ұйымы бар, басқа деген сияқты, ислам мемлекеттері деген. Осының бәрінде біздің өзіміздің ойып алған орнымыз бар, басқамыз бар, бірақ дегенмен бұл Еуразия аймағындағы өзіміздің қауіпсіздігімізді қамтамасыз ететін, өзіміздің әлеуетімізді арттыратын ұйымдар. Енді мынаған қарасаңыз, бұл енді трансатлантикалық деп айтуға болады. Еуразия құрлығы мен Американың басын қосатын, жалпы осы әлем үшін өте бір маңызды аймаққа тыныштық алып келетін, бейбітшілік алып келетін дүние. Енді қарасаңыз, біздің енді кешеде, мысалы үшін кешелі бері енді көп адам хабарласып жатыр ғой, журналистер, басқалар айтады, араб елдерімен қарым-қатынасымызға теріс әсер етпей ме, Түркиямен қарым-қатынасқа әсер етпей ме деп, мен жоқ деп ашық айтып жатырмын. Оның бірнеше себебі бар. Енді араб елдерінің көбісімен, бәрімен демей ақ қояйын, көбісімен Қазақстанның енді былай айтқан кезде эксклюзивті қарым-қатынастары бар. Катар, Біріккен Араб Әмірліктері бар, Сауд Арабиясы бар, Марокко бар, басқасы бар. Олардың өзі де осы келісімшартты қолдап отыр. Және осы келісімшарттың Ыбырайым келісімшарттарының шешімдерінің спонсор болып отыр.
былай айтқан кезде. Оларға да тыныштық керек, оларға да даму керек. Енді елестетіп қараңызшы, бүгінгі Ресей мен Украина соғысын алыңыз. Әр мемлекет өзінің бюджетінің жалпы ішкі өнімінің үлкен бір мөлшерін тек соғысқа ғана арнап отыр. Соның кесірінен даму жоқ. Ал мына жаңағы таяу шығыс елдерін алып қарасаңыз, әрқайсының да бюджеттері қомақты. Әскери бюджеттері, басқасы өзара сенімнің болмауы, армиясын күшейтуге, әскери техника басқаға алу деген мәселелер, ол бейбіт өмірден ұрланып жатқан ақша ғой. Шындап келетін болса. Яғни енді бар нәрсені мойындайық. Енді тағдыр солай болды, өмір солай болды. Енді осымен өмір сүруді үйренейік дейтін нарратив жеңіп келе жатыр. Енді оған Түркия да қосылып жатыр. Енді егер түркі бірлігі дейтін болсақ, мына бүгінгі Израильдің мұнайының дүйім көпшілігін қамтамасыз еткен екі мемлекет болса, біреуі Әзербайжан, біреуі Қазақстан. Бұл шын айтса біздің азаматтардың жалақысы, зейнетақысы, басқасы деген сөз ғой. Яғни Түркия бұған ештеңе деп жатқан жоқ. Ресей енді мен кешелі бері байқап отырмын, мынадай бір қызық енді диссонанс бар. Ресеймен бір келісім шарттарға қол қойып жатсақ, қол шапалақтап қуанады. Мінекей Қазақстан деген қандай тамаша ел деп. Дәл сондай келісімді басқамен жасасақ, біреудің жемі болып жатыр, біреуге жағы тәуелді болып жатыр деген әңгімені айтады да. Сонда енді шын айту керек, бұл енді бір балалық позиция деп айтуға болады. Енді мен білсем, мысалы үшін үлкен алпауыт Қытай мемлекеті ештеңе деп айтқанда жоқ. Назар аударған жоқ. Кездесіп жатыр ма? Кездессін, жарайды. Бұл Қазақстанның ішкі мәселесі. Ішкі мәселесі, өзінің жағы, тіпті енді айналып келген кезде, мінекей Қазақстан арқылы транзит, сол Европаға барады, сол батысқа барады. Керісінше біздің әлеуетіміз артайын деп жатыр. Біздің саясатымыз басқаша дамиын деп жатыр деп, олар асқан бір қызғану, асқан бір керемет жағы аяқтан шалу дегенді мен байқамаппын. Қытайдың сарапшыларынан да, менді мемлекеттік қызметкерлері үндемей ақ отыр, шындап келсе. Ал енді Ресейдегі жаңағыдай нәрселер, енді шын айту керек, Ресей саясатының әлі де болса советтік қисындардан, советтік нышандардан әлде арылмағанның, имперлік нарративтерден арыла қоймағанның айқын көрінісі сияқты көрінеді. Өйткені ресейлік бақтар орталық Азия Ресейдің ықпалынан шығып, Америкаға қосылды, Американың ықпалы артты деген сарындағы материалды көбейтіп жіберді. Енді мынадай мәселе бар да, мысалы үшін осыдан бір баяғыда бір 15-20 жыл бұрын жаңағы мынадай ғана, енді Қазақстанның да әлеуеті ол кезде көп болған жоқ қой. Я Қытайдың жемі боласыңдар, я Ресейдің жемі боласыңдар дейтін сияқты әңгіме айтылатын. Қазір енді Құдайға шүкір әлеуетіміз артты, мүмкіндіктеріміз артты. Бірақ екі қолтықтың мәселесімен ғана Қазақстанның тарихына, дипломатиясына қарауға болмайды. Кімнің қолтығының иісі дұрыстау екен дейтін сияқты көзқараспен қарайтын болсақ, бұл құлдық сана. Қазақстан ешкімнің қолтығына кіргісі жоқ. Ең бастысы өзіміздің ұлттық мүддемізден, ұлттық дүниетанымымыздан, философиямыздан туындайтын мәселелерді қойып отырмыз. Сол үшін кез келген бізге тиімді дейтін елдермен қарым-қатынас орнатуға, олармен жаңағы экономикалық басқа да инвестициялық келісімшарттарды қол қоюға біздің толық қақымыз бар. Оны енді мен білсем барлығы да айқын түсінеді, біледі. Оны анау қарабайыр әлгі үлкен ойын, big game дейді ғой, сол сияқты жалған нарративтер тұрғысынан қараудың қажеті жоқ. Түсінікті. Америка Қазақстанның экономикасына 100 миллиард доллар инвестиция құйды. Бұл 30 жылдың ішінде. Бұл Орта Азия аймағына құйылған инвестицияның 80%. Қазақстан Американың уранға деген сұранысының 25%-ін қамтамасыз етіп отыр. Енді кеше 17 миллиард долларға келісім шарт жасалды. Алпауыт ақш үшін 17 миллиард аз ба, әлде көп пе деген сұрақтарды жиі қойылып жатыр. Енді қараңызшы, осыдан 5 жыл бұрын біздің сауда айналымы 2 миллиардтың ар жақ бер жағы болатын. Жыл санап өсіп келе жатыр, биыл 5 миллиард долларға жетті. Енді Америка үшін бәлкім ол үлкен бір ақша емес шығар, бірақ біздің нарық үшін ол кәдімгідей үлкен ақша, үлкен қаражат. Бұл біріншіден. Екіншіден, енді ақш енді өте прагматикалық ел ғой, кәсіпкерлердің елі. Қазақстанда тағы бір дерек айтайын, 600-ден астам Американың кәсіпорындары немесе біріккен кәсіпорындар жұмыс істеп келе жатыр.
олар енді бір шамасы инвестиция алып келген болса, бір шамасы технология алып келе жатыр. Мінекей кеше ғана біздің қостанайлық кәсіпорындар John Deere дейтін үлкен жаңағы ауыл шаруашылығындағы комбайн шығаратын компаниямен жақсы келісімшарттарға қол қойып жатыр. Иә? Ол мысалы үшін біздің ауыл шаруашылығына дейтін үлкен технологиялық жаңалық. Енді өтірік демеңіздер, кез келген ауыл шаруашылығымен айналысатын адамнан барып сұраңыздар. John Deere'дің комбайны бәлкім Ресейдің немесе Белоруссияның комбайнынан қымбат шығар. Бірақ өнімділігі, оның атқаратын жұмысы, оның тиімділігі әлдеқайда жоғары екенін кез келген ауылда жүрген адам, егінмен айналысатын адам айтып бере алады. Бұл да мысалы үшін бізге жаңалық, технологиялық жаңалық дейікші. Сонымен қатар банк саласындағы жасанды интеллект, басқа салада жасалып жатқан дүниелердің өзі де біз үшін маңызды. Америка енді әлемдегі, шын айту керек, бүгінгі заманда екі мемлекет бар. Ұзақ мерзімді, кем дегенде 40-50 жылдық жоспары бар, қағазға түскені бар, айқыны бар, айқын емесі бар, құпиясы бар. Бірақ осында екі мемлекет болса, соның бірі ол Америка. Ол әлемнің әр аймағын бөлек-бөлек зерделеп жатады. Мінекей сол жоспардың жүзеге асып жатқанының дәлелі бір жағынан экономикалық қарым-қатынастардың артып келе жатқаны. 5 жылдың ішінде тауар айналымы, қаржы айналымы 5 миллиардқа жетті деген, енді біздің мысалы үшін Қазақстанмен сауда жасайтын ең ірі сауда әріптесіміз болғаны анық. Бұл да сол жүйенің жоспардың жүзеге асып жатқанының белгісі. Сол себепті де ол Америка үшін бәлкім көп емес шығар, біз үшін қомақты. Айтып отырсыз ғой, бүкіл аймақтың 80% дүниесі бізге келіп отыр деген, ол бізге деген сенім, біздің экономиканың мүмкіндігі, біздің жердің байлығы, сирек кездесетін металдар дейтін келісім шартқа қол қойып отырмыз. Ол да 1-2 миллиард долларға баратын шығар. Ол жаңа кәсіпорындар ашылады, жаңа технологиялар келеді. Шын айтса, осы кезге дейінгі енді совет дәуірінен бізге қалған мұраның ішінде металлургия саласы біршама жақсы дамыған еді ғой. Бірақ ол утилитарлы дейді ғой, яғни көп нәрсені игере алмайтын. Мінекей соңғы 30 жылда үйренгеніміз уран деген сияқты, басқа титан деген сияқты дүниелерді игеруді үйрендік. Ал бірақ мысалы үшін сол сирек кездесетін металдардың көбісі мыстың қалдығының ішінде, басқа да металдардың қалдығының ішінде. Яғни оны қорытып үлгере алмайтынбыз. Сондай технология келейін деп жатыр. Бұл енді бізге де тиімді, ол бізге деген тәуелділікке алып келеді. Американың болсын, жақсы болсын, жаман болсын кәсіпорындарының. 25% уран деген ол тек қана атом электростанциясы емес. Оның ішінде ядролық қару да бар. Яғни біз ақш-тың қорғаныс компонентінің бір бөлігіне айналдық. 25% дегенді бір мезетте, немесе тіпті 1 жылдың ішінде ешкім орнын толтыра алмайды. Ол айналып келген кезде біздің қауіпсіздігіміздің мәселесі. Өзін қорғау үшін, өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Америка бізді де қорғауға мәжбүр болады. Ол әрине біздің жағаға Каспий теңізіне немесе Балқашқа Американың авианосец дейміз ғой, олар келіп қонады деген сөз емес. Бірақ дипломатиялық тұрғыдан, саяси тұрғыдан, экономикалық тұрғыдан, басқа тұрғыдан Қазақстанға сеп болатыны, Қазақстанға айту біршама біздің 1%-ды, 2%-ды артық қылатын дүниелер екенін ашық айтып түсіндіре білуіміз керек халыққа да. Мінекей барып келіпті, бір мақтап дейтін сөз емес. Басты мәселе біз осындай қадамдар арқылы күн сайын бірте-бірте өзіміздің ұпайымызды арттырып жатырмыз. Әлемнің бізге деген тәуелділігін арттырып келе жатырмыз. Мынадай да қызық дерек бар. Мысалы үшін бір елде әлемдік 500 бренд жұмыс істесе, мейлі ол киім сататын бренд болсын, мейлі ол John Deere болсын, мейлі ол IBM болсын, мейлі анау Starbucks болсын. Сондай мысалы 500 компания әлемдік глобальный брендтер жұмыс істейтін болса, онда сол елдің қауіпсіздігі сол 500 есе артты деген сөз ғой. Өйткені бұның әрқайсының артында трансұлттық капиталдар тұр. Олар қалай болғанда да өзінің үкіметтерін, өздерінің саясаткерлеріне қысым жасайды. Біздің инвестицияны қорғаңыз дейді. Мінекей, кеше ғана ақпарат шықты, Ақтөбеде қазір Coca-Cola зауыты салынайын деп жатыр. Бұл Қазақстандағы 4-ші зауыт болмақ. Осы кезге дейін есімде болса, Coca-Cola Қазақстанға
115 па 116 миллиард па теңге ақша салған екен. Зауыт салуға, инфрақұрылымын дамытуға, біздің қалаларда жүр ғой қазір қызыл жаңағы автобустар, жаңағы Кока-Кола дүкендерге тарататын. Бұның бәрі инвестиция ол, жұмыс орындары. Ал төлеген салығы осы алғашқы зауытты ашқаннан бері 500 миллиардтан астам салық төлепті. Жаңағы инвестиция нақты жұмыс істей бастады, нақты жұмыс орындарын беріп жатыр, нақты адамдардың, отбасылардың жағдайына нақты жақсы әсерін тигізіп жатыр. Егер біздің Қазақстанда осы Кока-Кола сияқты тағы да бір үлкен компаниялар келіп, өзінің зауыттарын салып жатса, өздерінің дүкендерін ашып жатса, әр қайсысы, әр кафе, әр дүңгіршек, әр зауыт, әр ашылған офис айналып қалған кезде біздің тәуелсіздігіміз. Әр қайсысын бір батальонның есебіне есептей беріңіздер. Ол тек қана қазақ армиясының танкісі мен ұшағы деген сөз емес. Осы компанияларда айналып келген кезде қазақтың тәуелсіздігін, қазақтың егемендігін қорғауға атсалысып жатыр. Біз инвестициялық климат деген кезде, инвестицияға жол ашу деген кезде осы жағында естен шығармайық. Осындай компаниялар көбейген сайын, ол Қытайдікі болсын, Еуропанікі болсын, ақш-тікі болсын, Азиянікі болсын, көбейген сайын Қазақстанның жаңағы біз айтып отырмыз ғой. Мінекей, соңғы деректер біздің түркі мемлекеттерінің ортақ нарығы 2 триллион доллардан асты деген дерек бар. Түркиянікі бар, біздікі бар. Біздің де салмағымыз, үлесіміз асқан сайын біздің мүмкіндігіміз артады. Бізге деген құрмет артады, бізге деген сенім артады, бізге деген қызығушылық пен тәуелділік артады. Жақсы болсын, жаман болсын, бір Шеврон компаниясы кеше ғана президентіміз кездесті. Болашақтағы жаңа мұнай жобалары туралы, қазір енді көптеген келісімшарттардың мерзімі де аяқталып келе жатыр. Ол жаңа келісімшарт жасайтын боламыз. Сол кезде Қазақстанның үлесін арттыру бойынша да келіссөздер жүріп жатыр. Ол әрине жабық дәрежеде, жабық есіктің артында болып жатқан дүниелер, бірақ дегенмен де бұның бәрі де, мысалы үшін, сол Шеврон компаниясының әлеуеті әлдеқайда жоғары. Ол трансұлттық компания, бірақ ақш-тың кез келген шенеунігінің кабинетін енді есігін теуіп кірмесе де емін еркін кіре алады, қысым жасай алады. Біздің инвестицияны қорғаңыздар. Біз осы жылдың ішінде талай миллиардтаған ақша салдық. Бұл ақш-қа келіп жатқан салық. Бұл осы біздің азаматтардың жұмыс орындары, басқа деген әңгімені олар да айтады. Сол себепті де өз басым осындай келісімшарттардың арқасында Қазақстанға тағы да жақсы компаниялардың, жақсы брендтердің келуі, жалпы Қазақстанның бизнеске қолайлы, инвестиция қолайлы ел деген жақсы атының тарауына өз басым қатты қуанамын. Енді Қазақстан мен ақш, сіз өзіңіз де атап өттіңіз, Вольфрам кен орнын бірлесіп игеретін болады. Бұл кен орны қателеспесем Қарағанды облысының аумағында орналасқан, инвестиция құны 1 миллиард ақш долларынан асады. Енді Вольфрам қорғаныс пен әскери өндірісте жиі қолданылатын. Жоқ, қарапайым, мінекей біздің лампаның ішіндегі металл сымның өзі де вольфрам ғой. Оның пайдасы көп. Жалпы ақш Қазақстанның, жалпы Орта Азия елдерінің кен орындарында неліктен қызығушылық танытып отыр? Біз басқа да кен орындарымызды ақшқа берсек ұтылмаймыз ғой. Берсек ұтылмаймыз, бірақ оның қажеті бар ма оларға? Мысалы үшін енді неге вольфрамға көстік? Шойынның керегі жоқ шығар. Шойынды біздікінен арзанға алатын өзіңді кәсіпорындары бар. Және қазір енді байқасаңыз, ақш-тың саясатында ең алдымен өзіміздің зауыттарды жұмыс істеткізейікші дейтін принцип бар. Мага дейді ғой енді қазір. Американы қайтадан ұлы дәрежеге жеткізейік деп, осы Трамптың ұраны ғой. Сондықтан бұрынғы зауыттарымызды ашайық, өзіміздің азаматтарға жұмыс берейік дейтін ұрандары бар. ақш-та қашанда тарихи тұрғыда шойын, жаңағы қара металлургия дейтін мәселелер қатты дамыған болады. Сондықтан олардың бәрі енді оларға үлкен қажеттілік жоқ. Бірақ осы кезге дейінгі әлемнің 70-80%, әсіресе сирек металдар дейтін мәселелерін Қытай қамтамасыз етіп келді. Енді қазір әлемдік текетірестің қай дәрежеде кімдердің арасында жүріп жатқанын жақсы білеміз. Сондықтан Қытайға тәуелділігіміз біздің қауіпсіздігімізге қатер ететін, зиян тигізетін дәрежеге жетті деп Еуропада мәселе қойып отыр, ақш-та мәселе қойып отыр. Сондықтан бұны әр тараптандырайық. 50%-ға жеткізейік, одан да төмендетейік дейтін сияқты нақты жоспарлары бар.
Оның ішінде ол енді алғашқы қарлығашы деп вольфрамды айтуға болады. Біздер шын айту керек, Сатпаев жасаған карта деп мақтанып келеміз, бірақ Сатпаев жасаған карталардың өзі де ескеріп кетті. О 40-шы, 50-шы, 60-шы жылдары қазіргі өнеркәсіп, қазіргі даму қажет ететін дүниелердің және металдардың немесе химиялық элементтердің саны еселеп артты. Ол кезде, мысалы үшін 50-шы, 60-шы жылдары ондай металдар қорғаныс үшін де, басқа үшін де қажет болмайтын. Сатпаевтың кезінде нақты мәселелермен айналысты. Елге не керек? Мырыш керек пе? Мырыш. Молибден керек пе? Молибден. Мыс керек пе? Мыс дегендей мәселе болды. Сол қарапайым мысал. Қазақмыс кедей компания емес. Бірақ жаңағы мыспен қатар жүретін сирек металдардың бір тізбегі бар. 15 пе 16 элемент. Соны игере алмайды. Технологиясы жоқ. Ол мүлдем жаңа тұрғыдағы қаржыландыруды, қарулануды, яғни жаңағы құрал сайманын басқасын технологиясын әкелуді қажет етеді. Бұл тұрғыдан бізге ақш сияқты үлкен елдердің бізге келуі, ертең енді Құдай қаласа Еуропа елдері келер, басқалар келер. Солардың келгені бізге өте тиімді. Бір зауыттың ашылуы кем дегенде жүздеген адамның оқуын қамтамасыз етеді. Кем дегенде, мынаны былай табуға болады екен ғой, мынадай технологияны мына компаниямен келісіп алуға болады екен дегендей. Бізде мысалы үшін шын айту керек, енді Қазақстанның мұнайы 100 жылдан астам табылып келсе де, кейбір салаларда біздің көш артта қалғанымыз бар. Тереңде жатқан мұнайды шығару, анау ішіндегі қоспалары көп, мұнайды тазарту, басқа деген сияқты мәселелер көп болатын. Қазір енді совет заманында мүлдем болмаған технология теңіздің астынан мұнай шығару дейтінді. Сол үшін жаңағы Шевроны бар, басқасы бар, үлкен консорциум құрдық. Қазір өзімізді біршама үйрендік. Сол сияқты да мына технологиялық қарым-қатынастардың бір пайдасы, біз үйренеміз, біз көп нәрсені түсіне бастаймыз. Біз өзіміздің мамандарымызды апарып шетелге оқытып келеміз. Олар енді Құдай қаласа, сосын біздің кәсіпкерлер осыған біршама дайын болатын болса, болашақта екінші, үшінші жоба вольфрам бойынша, немесе литий бойынша, немесе иридий бойынша, немесе басқасы бойынша кәсіпорындар ашылатын шығар. Ең бастысы соған біздің үйренуге дейтін құлшынысымыз қажет, соған деген ниетіміз қажет, сонымен қатар ішкі бір дайындықты қажет етеді. Түсінікті. Енді соңғы 1,5 айда Тоқаев Америкаға 2 рет сапар шекті. Біріккен ұлттар ұйымына жиынына қатысу үшін Нью-Йоркқа барды. Кеше енді Ақ үйде Тоқаев пен Трамп басқа мемлекет басшыларымен салыстырғанда Трамп Тоқаевпен ұзақ сөйлесті. Қателеспесем 40 минут. Құрылысын көрсетті, Ақ үйдің дәлізінде қыдырып әңгімелесті, бірге бір жүріп. Бұл жолы президенттің сапары баспасөзде де жақсы насихатталды, таралды. Бұл үшін Ақорданың баспасөз қызметінің де жұмысын атап өту керек шығар. Трамптың Тоқаевпен ұзақ сөйлесуі, жаңағы Ақ үйдің дәлізіне шығып ұзақ әңгіме дүкен құруы, қазақ дипломатиясының өзгешелігі деп айтуға бола ма? Неге ұзақ сөйлесті? Біздің мемлекеттік қызметкерлердің арасында ең белсенді, ең беделді бір топ болатын болса, бұл біздің дипломатия. Біздің дипломаттар әлемдік дәрежеде мойындалатын, енді біз көптеген елдерге барып жүреміз. Көптеген елдің дипломаттары да, депутаттары да келіп жатады. Сонда бәрінің айтатыны, сіздің елшілеріңіз мықты, бүкіл есікке кіреді, бүкіл жұрттармен әңгіме қылады деген сияқты әңгімені көп айтады. Яғни, қазір енді оларға инвестициялық та мәселелер негізделіп қойылып отыр. Әр елшіге он тек қана жаңағы премьер-министрмен жылына 2 рет кездестің, 2 рет шара өткіздің деген емес, сол жақтың бүкіл кәсіпорындарымен сөйлес, кездес, кімдер бар қазаққа пайдалы дейтін мәселелермен қазір бәрі айналысып жатыр. Қазір кез келген елшіліктің сайтын ашып қараңыз, бұрын енді көбіне көп жаңағыдай саяси немесе мәдени шаралар көп болатын, фестиваль өткізді, қазақ киносын әкеліп көрсетті дейтін нәрселер көп болатын болса, қазір ана кәсіпорынға барыпты, мына кәсіпорынның басшысымен кездесіпті, мына жерде кәсіпкерлерге көрме өткізіпті, кәсіпкерлердің жиынын өткізіпті, қазақ бизнесмендерін әкеліп шара өткізіпті, бірлескен дейтін мәселелер көбейіп жатыр. Жалпы біздің дипломаттар өте белсенді, өте беделді деп айтуға болады. Мақтанатындай мәселе айтуға болады. Екінші мәселе, әрине, кез келген кездесу ол бір күндік шаруа емес. Оның алдындағы ұзақ жұмыс бар. Осы кездесу ол тек қана Нью-Йорктың алдында да дайындалған.
біз кейде бір ғана суретті, бір ғана картинканы алып алып, одан бір ұран, одан бір белгілі бір саясат, конспирологиялық теория жасаудың шеберіміз, енді қас шеберіміз, шын айту керек. Бірақ ол оңай шаруалар емес қой. Мінекей мынадай кездесулер кем дегенде жарты жыл дайындалады. Оның алдында елшіліктер бір-біріне қатынайды, қайта-қайта бір-біріне шақырады. Әр мәселесі, протоколдың әрбір деталі талқыланады. Айтады, жоқ, біздің мәдениетке келмейді. Мынадайды көтерсек қалай болады? Сіздер қалай қабылдайсыз? Сіздің басшы қалай? Оған не сыйлауға болады? Ондай қандай әңгіме айтқанымыз дұрыс деген сияқты, ол ұзақ мерзімді жұмыс. Сондықтан кейбір адамдар осы Нью-Йорктағы сапарды қазақ дипломатиясының ойсырағаны деп айтқан сөздерді олай емес. Бұл кездесулер ұзақ дайындалатын дүниелер. Әр нәрсенің орны болды, басқасы болды. Мінекей осындай сапардың болатын алдын ала дайындалған, жоспарланған дүние ғой. Сол себепті кешенді қарауымыз керек. Кешенді нәтижесі, екі сапардың нәтижесінде Қазақстан мен ақш-тың саудасы да артып келе жатыр, елге түсетін инвестицияның да саны артып келе жатыр. Құдай қаласа, енді осының бәрі айналып келген кезде қазақ азаматтарының, қазақ еңбеккерлерінің мәселесі ғой. Ал Трамптың Тоқаевқа протоколдан да аз көп уақыт бөлуінің астарында не жатыр? Жоқ, ол енді көрсетіліп атқан ізет, көрсетіліп атқан құрмет, ол енді белгілі бір өзіне де, әлемге де, басқасына да бір сигналдар ғой. Мысал үшін, үлкен келіссөздің ішінде Қазақстан столдың ортасында отырды, Трампқа қарама-қарсы деген сияқты мәселелер, ол әрине, олар да ақша санай білетін халық, олар да біледі, инвестицияның дүйім көпшілігі осында, жобалардың біразы осында келеді, басқа деген сияқты мәселелерді бәрін ескереді. Сондықтан енді ол айналып келген кезде ол тек қана жаңағы бір күндік әңгіме емес, жаңағы бүгін фотосуретіміз шығыпты, алақай дейтін мәселе емес. Ол ұзақ мерзімді дүниелер, ол белгілі бір ақш дипломатиясының бір басымдықтарының бар екенін, оның ішінде мінекей өзінің саяси корпусына да, басқасына да, енді кешегі жаңағы Ыбырайым келісімдері деп жатырмыз, басқасы бар. Соған Қазақстан, мысал үшін, енді өз басым ойлап едім, бәлкім Ыбырайым келісімдеріне бізден бұрын Әзірбайжан қосыла ма деп. Өйткені Әзірбайжан мен Израильдің қарым-қатынастары өте жақсы. Бірақ енді біздің дипломаттар осының жолын тауып, осыған түркі әлемінде, енді Түркиядан кейін екінші мемлекет болып, осы біздің аймақта бірінші мемлекет болып қосылуы, ол да мысалы үшін белгілі бір дәрежедегі дипломатиялық ойынның жемісі, жемісті ойынның жемісі деп айтуға болады. Енді орталық Азиядағы мемлекет басшыларының ішінде Қазақстан президентінің полиглот екенін білеміз. 5-6 тілде еркін сөйлейді. Французбен французша, ағылшыншамен ағылшынша, қытаймен қытайша. Осы келіссөздерде Тоқаевтың жалпы келіссөз жүргізуде ағылшын тілін білуі, бірнеше тіл білуі маңызды рөл атқара ма? Атқарады. Қарапайым ғана мысал, енді егер президентіміз ағылшын тілін білмеген болса, келіссөздердің уақыты 2 есеге артатын еді. Енді аударып отыру керек қой. Және оның ішіндегі тиімді әңгіменің ауаны азаятын еді. Мысалы үшін 40 минут келіссөз жүрсе, оның 20 минуты ғана әңгіме болған деген сөз ғой. Толыққанды, яғни ешқандай аудармашысыз саясат жүргізу көптеген шара өткізуге де мүмкіндік берді. Мен әдейілеп шын айтайын, енді өз арамызда осы 5 мемлекет басшыларының сайттарына қарап шықтым. Мысалы үшін өткізілген шаралардың санын алыңыз. Біздің президент өзіміздің жастармен де кездесті, стартаптармен де кездесті, бірнеше үлкен алпауыт компанияның басшыларымен де кездесті. Мемлекеттік хатшымен кездесті. Басқасы бар дегенде, депутаттармен, сенатор, конгрессмендермен кездесті, басқасы дегендей. Яғни осындай дәнекердің болмағаны, оның уақытын ұтымды, тиімді пайдалануға да мүмкіндік беріп отыр ғой. Елестетіп қараңыз, мысалы 1 сағаттық келіссөз десек, жаңағы конгрестің немесе сенаттың депутаттарымен отыр дейік. Әрқайсысы сұрақ қояды, оны біздікіне аударып берді, біздің президент сөз айтты, оны бері қарай аударып берді. Сонда тек қана 1 сағаттың жартысы ғана әңгіме болып шығады, қалған аударма. Бұл жерде бәрін сыйғызуға мүмкіндік береді, бәрін айтып үлгеруге мүмкіндік береді, және дұрыс бір-бірін түсінісуге мүмкіндік береді, шын айту керек. Арасында екі үлкен алпауыт басылымға сұхбат та берді, телеарнаға сұхбат берді, басқа дегендей. Бұл да мысалы үшін жұмыстың тиімді, ұтымды пайдаланудың бір жолы. Полиглот деген ол тек қана өзіңнің ойлау қабілетіңнің артқаны, немесе көп ақпарат алудың мүмкіндігі ғана емес, ол шын айту керек, осындай дипломатияға да, саясатқа да тікелей пайдасын алып келетін дүние. Қазақстан бұл жағынан ұтып отыр.
бұл өте ұтымды пайдаланып отыр өзінің мүмкіндіктерін. түсінікті. Енді осы Трамп пен Орталық Азия басшыларының кездесуінде, әсіресе әлеуметтік желіде, саясаттанушылардың арасында, халықаралық бақтың ішінде талқыланған бір мәселе бар. Президенттердің Трампты көп мақтауы. Ұлы мәртебелі президент, сіз 8 айда 8 соғысты тоқтаттыңыз, сізді Құдай берген мемлекет басшысысыз, әлемдік геосаясатта бір ережені қалыптастырдыңыз, бұрын соңды болмаған мәселе. Жаңа беттерін ашып жатырсыз. Жаңа беттерін ашып жатырсыз деген сияқты. Бұған қалай қарайсыз? Қалай баға бересіз? Жоқ, мәселе жаңағы енді сөзіңіздің ауаны түсініп отырмын. Енді көрші елдің президенті, Өзбекстанның президентінің, сіз әлемнің президентісіз. Яғни бұл жерде енді игра слов дейді ғой. Мир дейтін мәселені бейбітшілік деп қарауға да болады, әлем деп те қарауға болады орыс тілінде. Соның бір несі бар. Оны әдейі деп мен білсем, ол да мысалы үшін аудармашылардың әлем президенті деп айтуында да менің ойымша гәп бар. Жалпы шын айту керек, Өзбекстанның қазір ақш-тағы беделі өте мықты. Оның ішінде жаңағы Трамптың айналасында, енді өзіміз білеміз, кеше жаңағы Нью-Йоркта сайланған Мамдани өзінің сайлаушыларының арасында өзбектің медбикелерін айтып қалды. Естіңіз ба, жоқ па? Мінекей, мені осындай елдің таксистері, осындай елдің дәрігерлері, осындай елдің медбикелері деген сияқты әңгімемен айтылған болатын. Жалпы өзбек диаспорасы әлдеқайда беделді, әлдеқайда белсенді, әлдеқайда өте бір-біріне жақсы бір сезіммен қарайтын, бір-бірін қолдап жүретін, біз көп үйренетін тұстарымыз бар. Оның ішінде Өзбекстаннан тумасы болып табылатын бірнеше азаматтары қазір үлкен дәрежедегі қызметкер болып табылады. Бұл да сондықтан тегін емес, аударманың өзі. Енді біздің президент Құдай берген дейді, оның өзінде де мынадай гәп бар. Қандай? ақш-тың саясатында оны енді біреулер айтады, мына шығыстың халықтары ғой, шығыстың халықтары дейтін бір-бірін мақтауды білет, әдемілеп мақтауды, жаңағы жүрегіне, өзегіне жететін әңгімені айталады дейтін әңгіме айтылып қалды. Бірақ бұл жерде екінші жағы да бар. Американың саясаты жалпы әлемдегі ең діни мемлекеттің бірі ақш. Біздің кейбір азаматтар не десе о десін, Құдайға сенетін азаматтардың саны жөнінен Америка көш бастап тұр, араб елдерімен қатар. Енді байқасаңыз, ақш-тың президентінің әрбір сөзі Құдайым Американы қорғай көр деген сияқты мәселелермен аяқталады. Ол ойын емес. Ол халықтың жағдайы, ол халықтың сондай түсінігі. Америка дейтін оның халқы да өздеріне бір ерекше бір құрметпен қарайтын, өзін-өзі мақтанатын бір тұсы, біз Құдай берген мемлекетпіз дейді. Біз әлемнен ерекшеміз. Біз енді бір үлкен миссиясы бар мемлекет қой. Сондықтан әр президент аузынан Құдайды тастамайтыны, парламентінде де, басқада да Құдайға жиі сілтеме жасайтын да осыдан. Сондықтан президент енді мен білсем өзінің сөздерін көбіне көп көмекшілер дайындаса да өзі түзейді, өзі күзейді. Бірақ енді халықаралық дәрежедегі дипломат болғаннан кейін әр елдің менталитетіне сай дүниені айта да біледі, оны қоса да біледі. Оны өз басым тек қана жалпақтау немесе жаңағы жағынғысы келді деп есептеуге болмайды. Ол сол елдің менталитетіне сай сөйлеп отыр. Араб елдеріне барсаң, мысалы үшін сөзіңді ассалаумағалейкумнан бастайсың ғой. Бұл да сол сияқты. Иә, сол сияқты дүние бір жағынан. Екінші жағынан қараңыз, НАТО-ның саммиті болды. Бүкіл елдердің президенттері кезек-кезек мақтады, әрқайсысы Нобель сыйлығына ұсынды деген сияқты. Әр ел Американың енді әлемдегі көшбасшы мемлекет екенін біледі. Оның президентінің психологиялық, басқа да мүмкіндіктерін анық зерттеп болды. Қазір өткенде талай елдің әлемдік баспасөзде жүр ғой мақалалар. Еуропаның президенттері бірімен ақш-қа барардың алдында келісіп алатын көрінеді. Қытығына тиетін сөз айтпай-ақ қояйық, мақтай салайық, артық әңгіме айта берейік деген сияқты. Трампты мақтап жатқан жалғыз Орталық Азия елдерінің басшылары емес. Жоқ. Мерц те мақтап жатыр, басқа да мақтап жатыр, Эрдоган да мақтап жатыр, басқалар да мақтап жатыр. Жоқ, енді егер саған сен осыдан ұтатын болсаң, осының арқасында саған көңілі жылып кететін болса, неге оны пайдаланбасқа? Бұл мақтау емес, дипломатия. Дипломатия. Енді егер Қазақстанның ұпайын қазақ дипломатиясын мүмкін арттыру керек болса, Құдай берген десек, Құдай берген дейік. Ұлы мәртебелі десек, ұлы мәртебелі дейік. Одан еш жеріміз сынып кетті. Нобель сыйлығын беретін болсақ, берейік. Бізде сынып жерейік керек болатын болса. Түсінікті.
Тоқаевтың баяндамасында тағы бір мына мәлімдеме әлеуметтік желіде адамдар арасында жиі талқыланды. Тоқаев Трампқа айтты: сіз ұлы Америка мемлекетін құру жолын бастап кеттіңіз. Осы сөзіңіз мені әділетті Қазақстан, заң мен тәртіп қағидатын құруға шабыттандырды деді. Бұл сөздің астарында не жатыр? Жоқ, енді байқасаңыз, Нью-Йорк сапарында да Біріккен ұлттар ұйымының трибунасынан да осындай мәселелер айтылған болатын. Жалпы елімізде қандай реформа болып жатқанын соны көрсетудің бір жолы. Енді мынау политтехнологияда, психологияда брендирование дейтін сөз бар. Сен өзіңнің шаруаларыңды брендтейсің. Мінекей, біз өзгеріс үстіндегі елміз. Біз қарқындап дамып келе жатқан елміз. Реформаға, модернизацияға бет бұрған елміз дегенді тағы бір пысықтаудың, тағы бір айтудың жолы. Айналып келген кезде сіз де реформаторсыз, мен де реформатормын. Біз осы тұрғыдан бір-бірімізге жақындығымыз бар. Сіздің жасыңыз менен үлкен, мен сізді құрметтеймін, сіз маған осындай шабыттандырып жатсыз деп айтудың өзі де енді шын айту керек, енді адамға жақсы естіледі ғой. Сол себепті де енді осындай дипломатияның, қызыл тілдің, шешендіктің де көрінісі деп айтуға болатын шығар. Түсінікті. Енді айтыңызшы, жалпы Қазақстанның сыртқы саясаты енді екі алып көршімен іргедеміз: Ресей, Қытай, Америка. Кейбір саясаттанушылар енді отты маздатып отырады ғой. Америкамен келіссөз жүргізсе, Қытаймен Ресейден алыстап бара жатыр деген сияқты бір конспирологиялық ойлар айтып жатады. Біздің сыртқы саясаттағы бағытымыз қазіргі жүргізіп отырған вертикальмен жалғаса береді. Көпвекторлы саясат болып қала берген. Қала береді. Қалада беруді тиіс. Енді біздің енді әйтеуір Моңғолиядан ерекшелігіміз екі елдің арасында ғана қалып қалған жоқпыз. Құдайға шүкір 5 көршіміз бар, сырттағы көршілеріміз бар. Жалпы мына Моңғолияда мынадай саясат бар. Енді екі елдің арасында қысылып қалған ел ғой. Үшінші көрші саясаты дейді. Мысалы үшін елдегі инвестициялық жобалар келген кезде барынша алыс мемлекеттерге бірінші кезекте ұсынады екен. Осыған алып көріңіздерші, қалай болады екен деп. Қаражаты басқасы болмаса, екі елдің біреуінен таңдайды екен. Я Қытайдан, я Ресейден. Осындай саясат. Біздікі де соның енді күрделі түрі ғой. Біз Еуропамен де жақсымыз. Қазір мысалы үшін үлкен жұмыс басталды. Визалық шектеулерді алу деген сияқты, басқа деген сияқты, Қазақстанға деген сенімді артып келе жатыр. Еуропа, енді біріккен Еуропа ең ірі инвесторлардың да бірі. Біздің сауда саттығымыз, Қытайдан баратын транзит, басқасы деген сияқты Еуропаға тиімді, сондықтан ол да назарымызда тұр. Кешегі Ибраим келісім шарттары деп отырмыз. Оның өзі де біздің сол үдерістерге араласуымыздың, сол үдерістердің бір бөлігі болғанымыздың кепілі. Яғни Қазақстан деген ол тек қана өз аймағында емес, одан да бетер орта держава дейтін мәселені айтып қалып едік қой. Соның да көрінісі. Яғни Израиль мәселесі алдағы уақытта туындаған кезде Катармен бірге, Сауд Аравиясымен бірге, Түркиямен бірге Қазақстанның да аты аталады. Ол да осындай мәселелерге араласады. Ол Қазақстанның дипломатиясының әлеуетін арттыруға, жалпы үлкен ойындарға араласуға, үлкен мінберлерден сөз сөйлеуге мүмкіндік беретін алаң. Ол енді ғана басталып келе жатыр. Енді Құдай қаласа алдағы уақытта арнайы бір ишаратын рәсімін жасайтын шығар. Қазақстан дипломаттары, біздің бәлкім сыртқы істер министріміз барып, белгілі бір келісім шарттарға қол қоятын шығар. Бәлкім ол парламентке ратификацияға келетін шығар. Бірақ бұл жұмыстың басы ғана. Бұл кеше ғана осы сиясы кеуіп үлгермеген келісім шарттардың бірі ғой. Сондықтан әлемдегі көшбасшы мемлекеттермен қатар Қазақстанның да осы қатарға қосылуы маңызды дүние. Тек қана дипломатиялық ойын немесе біреуді қолдау деген сөз емес. Ал енді Қытайдың мәселесін жаңа айттық. Құдайға шүкір, енді біздің саудамыз да жыл сайын артып келе жатыр. Жобалардың саны да артып келе жатыр. Құдай қаласа енді алдағы аптада президентіміздің Ресейге мемлекеттік сапары болады. Оның ішінде де біраз келісім шарттарға қол қойылады. Оның ішінде де экономика айтылады. Сондықтан біз осындай үлкен алпауыт көршілердің үлесі мен ықпалын осындай қадамдар арқылы, осындай дүниелер арқылы бір жағынан төмендетіп азайтып жатырмыз. Оны ашық айтайық.
мінекей Қазақстанның егер жалпы саудасын басқасын алатын болсақ, әр үлкен бағыттың Қытайдың болсын, Ресейдің болсын, Батыстың болсын, шамамен 25%-дан үлесі бар. Сол балансты біздер 30 жыл бойы үзбей сақтап келе жатырмыз. Ол да үлкен өнер, шын айту керек. Мінекей ешкімді енді былай акционерлік деп қабылдайтын болсақ, ешкімнің акциясы керемет асып кеткен жоқ осыдан. Жаңадан жасалып жатқан келісімдер, жаңадан жасалып жатқан инвестициялық жобалар осы балансты сақтауға мүмкіндік беріп жатыр. Баланс демекші, әрине ресми Вашингтон орталық Азияда Өзбекстан мен Қазақстанға ставка қойып отырғаны белгілі. Осы орталық Азияда дисбаланс болу үшін ақш орталық Азияға қажет. Солай ғой? Жоқ, баланс болу үшін. Баланс болу үшін, Дисбаланс, баланстың бұзылуы. Баланс болу үшін. Жоқ, енді қараңыз, әрине, біріншіден Еуропаның да, ақш-тың да осындағы үлесі мен салмағы азаймауы тиіс. Ол жаңа мемлекеттермен пара-пар болғаны жақсы, және енді технологиялық тұрғыдан, басқа тұрғыдан тиімді екенін айттық жаңа. Енді Ресейде құдай көршіміз 7,5 мың шақырым ортақ шекарамыз бар. Орыс тілді осындағы диаспора бар, басқасы бар. Және шын енді Ресеймен саудадан нәпақа тауып жатқан миллиондаған Қазақстанды қазақ азаматтары бар екені өтірік емес. Тіпті күнде бензобагына бензин құйып, шекараны күніне 3-4 рет апарып, Ресейге бензин сатып жатқан қазақтар осыдан нан тауып күнелтіп отыр. Жаңағы біздің кейбір әсіре сарапшылар бар ғой әлгі. Ойбай, Ресеймен қарым-қатынаста үзілді-кесілді кесу керек, жабу керек, басқа дейтін сияқтыларға жауап болатын жаңа азаматтар. Миллиондаған осы Ресеймен шекаралас аймақтың бәрі осының қызығын, пайдасын көріп отыр. Тіпті Ресейді жек көріп отқан адамның өзі де сол жақта отырып пайдасын көріп отыр. Яғни бұнымен есептесу, бұнымен санасу қажет. Ел дегеніміз, жер дегеніміз шабадан емес, өзімізге ыңғайлы климаты жұмсақ жерге апарып, Мальдив аралдарының ар жақ бер жағына апарып қоя алмаймыз елімізді. Осы Құдай берген бізге шындық, осы Құдай берген жер, осы жерге ие болу, осы жердің шындығымен санасу, осы өмірді қабылдау, бұл алғашқы біздің кез келген саясаткердің міндеті. Сен географияны алдап өте алмайсың. Сен уақытты алдап өте алмайсың. Кез келген саясаткер, кез келген саясат картадан басталады. Географиялық картадан. Қазақ деген қай жерде тұрған мемлекет осы деп. Сондықтан жаңағы кіммен қарым-қатынас жасасақ та, ең дипломатияның да, жалпы мемлекеттік қайраткердің де бірінші міндеті ел басқарған. Айналадағы көршіңмен тату-тәтті өмір сүру. Одан артық ешқандай бақыт, одан артық ешқандай бір құпия жоқ. Егер сен, мысалы үшін, 3 көршіңмен жақсысың, 2 көршіңмен жамансың да, сен жаман саясаткерсің. Сен жаман мемлекеттік қайраткерсің деген сөз. Ол күнделікті өмірде де қолданылады. Жоқ, енді бізді бәрімізде бір этажды үйде тұрып жатырмыз ғой. Жарайды, бір көршімізді ұнатпай-ақ қояйық, бірақ айту сыйласып, амандасып, лифтеге көрген кезде, аулада көрген кезде амандасып, енді керемет құшақтасып, дос болып кетпесек те, айту сыйласып, бір-бірімізді балталап, бір-біріміздің жаңағы есігімізді өртеп жатқан жоқпыз ғой. Сол сияқты да ең алдымен бірінші мәселең өз көршілеріңмен дұрыс қарым-қатынас орнату. Ол өте жақсы жағдай болатын болса, ол сенімге айналады. Сенім, инвестиция деген сөз, сауда деген сөз. Саудасы көп елдер бір-бірімен соттаспайды, саудасы көп елдер бір-бірімен дауласпайды, соғыспайды дейтін де принцип бар. Өйткені сауданың салмағының үлесінің сондай болғаны, ол соғыстың мүмкіндігін азайтады деген сөз ғой негізі. Бұл бірінші қағидат. Екінші мәселені айтайық, жаңа енді Ресейге сапары болады, онда да көп мәселе айтылады. Мен білсем енді ақш-та да ешкім ойбай енді мінекей сіздермен келісімшартқа қол қойдық, сендер ертең барыңдар да Путиннің есігін өртеп кетіңдер деп айтып жатқан ешкім жоқ. Олар да ақымақ емес, білет. Экономикалық өзара қатынастарымызды білет. Қазақстанда 3 миллион орыс этносының азаматтарының тұрып жатқанын білет. Жалпы экономиканың енді белгілі бір бөлігі осыған. Кеше венгрлердің өзі барып келісіп келді ғой. Бізге Ресейден газ алуға, мұнай алуға тыйым салмаңдар, Құдай-ау деп айтып кетті. Енді түсінеміз деді сіздің жағдайыңызды. Бізде енді шын айтайын сізге, ақш-тың болсын, Еуропаның болсын дипломаттарымен бізде кездесіп жатамыз. Бізге мысалы үшін ешкім келіп, сіздер Ресейге қарсы саясат жүргізіңдер, таяқ атыңдар, тас атыңдар деп айтып жатқан ешкім жоқ.
бәрі айтады, біз сіздің қандай күрделі жағдайда отырғандарыңызды білеміз. Сондықтан сізге барынша қолғабыс болуға, сіздің жобаларыңызды қолдауға әзірміз деген әңгімені айтады. Енді Ресей жағын енді білмеймін енді, бірақ енді Путинді әккі саясаткер, ол да ешқандай әңгіме айта алмайды. Сіздер Ресеймен ақшпен дос болмаңдар, басқа болмаңдар деп. Өйткені дәл сондай технологияны Ресей бере алмайды. Дәл сондай инвестицияны Ресей қазір бере алмайды, өзіне ақша жетпей отыр. Сондықтан бұл жерде енді осындай бір өте салқынқанды дипломатия жүріп отыру керек. Өзіміздің мәселелерімізді шеше берейік. Өзіміздің арадағы мәселелер бар, шекара мәселесі бар, кеден мәселесі бар, басқа мәселелер бар. Енді біздің тауарымыз Ресейде сатылсын, біздің мүмкіндіктер сол жаққа барсын дейтін сияқты нәрселерді қамтамасыз ете берейік. Сол жеткілікті. Түсінікті. Енді мынадай сұрақ, жалпы Трамп, жалпы Американың президенті Орталық Азияға, оның ішінде Қазақстанға ресми сапармен келуі мүмкін дүние ме? Мүмкін. Енді алдағы уақытта Марк Рубионың сапарын күтіп отырмыз. Орта Азия елдерінің бәріне барып келем, керек болса 10 күн керек болса 10 күн аралаймын деп уәде берді. Ол да жақсы дүние деп есептейміз, жақсы бір мүмкіндік ашатын кездесулер болады деп санаймыз. Ал енді арасында жақсы бір мүмкіндіктер болып жатса, Қазақстан, Өзбекстанға қатар сапар жүргізуді ықтимал дейтін әңгімелер көптен бері айтылып жүр. Кеше Мирзиеев Трампты Самарқандқа шақырды. Енді байқап отырсаңыз, ақш-тың дипломаттар жасайтын сапарға Қазақстан болса Өзбекстан болады, Өзбекстан болса Қазақстан тұрақты болады. Яғни екі елге де осы аймақтың негізгі ойыншылары осылар. Енді осыларда құрмет жасайық, бір-біріне айдап салмайық, бір-біріне қызғаныш, басқа жағдай туғызбайық дейтін ишарат жасап жатады. Сондықтан келу мүмкін. Енді Трамп айтты, кім біледі, келіп те қалуы мүмкін. Жақсы нәтиже болып жатса, жақсы бір не болады, дүниелер болып жатса, ертең бәлкім Қытайда кездесу өткізіп жатқанда қайтып бара жатып келуі мүмкін, басқа да жағдаяттар болуы мүмкін. Сондықтан енді оны жоққа шығаруға болмайды. Түсінікті. Енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бар. Әңгімемізді түйіндесек, жалпы Қазақ-Американ байланысының жарқын болашағы қандай? Енді қараңыз, енді мен білсем, енді осы 5 жылдың ішінде сауда саттығымыз 2,5 есеге артқанын жаңа сөздің арасында айттым. Енді құдай қаласа бұл межені көтеру керек. Жаңағыдай Вольфрам зауытын салынсын, жаңағы Джон Дир компаниясының осында бір дүниелерін жасайық, басқасын жасайық. Өткен жылы сапарға барған кезде осындағы Локомотив зауытына инвестиция құйылады, басқа деген сияқты әңгімелер айтылды. Бұның бәрі де айналып келген кезде енді біздің қарапайым азаматтар да түсіну керек қой. Бұл бәріміздің жақсы мүмкіндігіміз. Бұл біздің салық, бұл біздің елдегі тұрақты жұмыс орындары. Бұл енді қазақтың азаматтарының, отбасыларының күнелтуін жақсартатын жақсы дүние. Біліктілік артады, жақсы технология келеді, пайдалы, тиімді технология келеді. Бұл да аз дүние емес. Осыдан үйреніп, бізде бір нәрсесін дамытатын шығармыз дейтін мәселе. Жаңа салалар бар. IT саласы, банк саласы, кешеде бөлек-бөлек келісімшарттар жасалып жатыр ғой. Бұл да біздің көштен қалмауымыздың бір кепілі. Ол да мысалы үшін біздің мүмкіндіктерді арттырады. Кеше мысалы үшін Каспий банк жағы Apple-мен басқалармен келісіп жатыр ғой. Енді біздің Каспий жүйесімен Америкада жүріп, Apple-мен басқа құралдармен пайдалануға мүмкіндік береді дейді. Бәрімізді енді өмірімізде бір рет болсақ та ақш-қа, басқа жаққа баратын шығармыз. Сол кезде мысалы үшін қиналмай, ешқандай қосымша қондырғы алмай, сатып алмай, сол өзіміздің дүниелермен әлемді аралап жүруге, ол да жақсы мүмкіндіктер. Ол да біздің жүйенің қауіпсіз екенінің, біздің жүйенің дамығанының бір көрінісі. Енді өзімізді айтып жатырмыз ғой, цифрлық мемлекетке айналуымыз керек деп. Осы арқылы елімізді дамыту керек, осы арқылы экономиканың оның тиімділігін арттыру керек дегенді айтып жатырмыз ғой. Бұл да осыған сеп болатын дүниелер. Осының бәрі құдай қаласа істеп кетсе, сауда айналымы да артады деген сөз, онда салық та артады, экономиканың сапасы артады. Ол тек қана жаңа жерді тесіп, мұнайды сойырып, жаққа апару деген сөз емес, уже технология келеді деген сөз. Жаңа білім, жаңа ілім келеді. Сондықтан енді өз басым өте оптимистік тұрғыдан қарап отырмын. Көз тимесін дейік, сөз тимесін дейік. Ең бастысы жаңағы ақш-тың сыртқы саясатында белгілі бір жаңағы жалған нарратив емес, қолдан ойлап табылған нарратив емес, шынайы мүдделердің келгенінің бір көрінісі. Америкада да осы мәселе бар.
Трамптың билікке келуінде де бір гәп бар ғой. Америкада біраз адам жұмыссыз қалды, біраз кәсіпорын жабылды, өзінің мүмкіндіктері азайды. Сондықтан Американы қайтадан ұлық дәрежеге жеткізем деп, мага деп ұрандатып отқанда осы ғой, соның арқасында билікке келді. Сол себепті әрбір өзінің сапарында Трамп мақтанып айтып отырады. Мен басқа президенттен айырмашылығым, адам құқықтары басқа деген әңгімені айтқан жоқпын. Есесіне мен елге осыншама миллиард инвестиция, немесе осыншама миллиард дүниені саттым деген сияқты әңгімені айтады. Ол кәсіпкер. Кәсіпкер болғандықтан ол ең алдымен сол экономиканың жағдайын айтады, экономиканың тиімділігін айтады, пайдасын айтады. Жеме-жемге келгенде адамға керегі тамақ, ақша ғой. Сол мысалы үшін Американың енді 99.9% үшін Қазақстандағы діни жағдай, адам құқықтары, бір журналистің мұрнын қанағаны басқасы аса оны білмейді. Тіпті көбісі Қазақстанның қай жерде екенін білмеуі мүмкін. Америка деген өзіне ғашық ел. Өзінің елін жақсы біледі, өзінің әр қаласында қандай стадион бар, қандай бейсбол немесе баскетбол клубы бар, хоккей клубы бар деген әңгімені жақсы білетін шығар. Бірақ Бангладеш бар екен, Қазақстан бар екен, Қырғызстан бар екен, ана жерде Африкада немесе Тынық мұхитта мынадай бар екен, ел бар екен дегенді көп адам біле бермейді. Сондықтан осындай дұрыс қарым-қатынастардың орнауы, ол дұрыс қарым-қатынастардың орнауы, ол бізге де жақсы бір бой түзеуге мүмкіндік береді ғой. Бізде есептейміз, осындай дәрежеге жеткеннен кейін, сосын 10 миллиард жетейікші, бір 3-4 жылдың ішінде. Онда бізде есептенісіп отырамыз. Америкада ертең сайлау болады, осындай топтар келетін болса, біз оларға не дейміз? Ондай болса ішкі мәселемізді түзей салайық. Осындай сын айтқызбайық, осындай үлкен сауда саттықты ударға қоймайық дейтін сияқты әңгімені бізді айта бастаймыз. Оны санасу керек, есептесу керек дегенде. Сондықтан енді ол біздің тек қана ол экономикамыз ғана емес, ол біздің саясаттың да түзелуіне, біздегі жаңағы енді инвестициялық климат дейтін болсақ, сотты да түзеуіміз керек. Инвесторды, адамдардың тіпті кез келген қазақ болсын, американ болсын бәрі бар. Капиталын қамтамасыз ету, меншіктің мызғымастығын қамтамасыз ету дейтін мәселелер бар. Бұл тұрғыда бізге үйренер, жүзеге асыруға қажетті дейтін жұмыстың саны әлі жеткілікті. Жақсы, талдауыңызға рахмет, аяқтайық. Бұл Ербол Сейілханның YouTube арнасы. Алдымен арнамызға жазылып, дәл осы видеоны таратып, пікір жазып, лайк басыңыздар. Сіздерден қолдау қажет және молдау қажет. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Ерболдың арнасында әркез елдің сөзін айтайық.